Tasаввуфта екі түрлі сапар бар. Біріншісі захири, яғни тәнмен болатын сапар болса, екіншісі батыни, яғни жанмен болатын сапар. Тәнмен болатын сапар бәріне белгілі. Міне бізде дәл қазір сол сапарда кетіп барамыз. Ал жанмен, көңілмен болатын рухани сапар сапарлардың ұлысы және ең маңызды сапар. Құшайри тәнмен сапарға шыққан мыңдаған жанды көресің, ал жанымен сапарға шыққандарды аз кезіктіресің деген. Рухани сапар надандықтан ілімге, жаман мінезден көркем мінезге қарай бет алумен басталып, өзінің нәпсілік мендігін артта қалдырып, Алламен қауышқанға дейін жалғасатын машақаты мол сапар. Басқаша айтсақ, нәпсінің ең төменгі сатысы болған нәпсі аммарадан нәпсінің ең жоғарғы сатысы болған нәпсі камилаға қарай сатылап жоғарылайтын рухани кемелдікке жетелейтін бір сапар. Сопылар осы сапарларға маңыз беріп, рухани жолға шығуға шақырған, алайда адасып кетпеуді де қатты ескерткен. Сондықтан да сопылар жолға шық, жолдан шықпа деген.